Сәлеметсіздер ме? Менің есімім де тегім де көп айтылатын актив сөздер қатарында. Теледидардағы журналистер хабардың соңын Ел аман болсын. Ел аман болсын деп қорытындылайды. Олай болса танысайын, менің тегім ел аман. Ал есімім болса бір күнде 100-ден астам айтылады. Менің жаным күннен де әдемі, көктемдегі гүлден де әдемі. Әлемі басқа әлемі, жаныңның бір бөлегі менің. Сұлулық деген сөздің дәлелі, қазақтың қыздары қандай әдемі. Мен атыма затым сайын. Мен әдемі номері 2 мектеп гимназияда әп-әдемі Гүлнұр апай жетекшілік ететін 7 сыныбының білім алушысы әдемімін. 4 жасымда шахматтан ғылыми жоба қорғап, 5 жасымда ұлы ақын Абайдың өлеңін жатқа оқып, халықаралық конкурсын 1 орын иеленді. Дүниетану, ағылшын, математика пәндері бойынша республикалық олимпиадаларда 1 орын алып, зерделі оқу орнына шақырту алдым. Ғазиза Жұбанова атындағы филармония концертін режиссер Елтай Кемал ағаймен бірге жүргізіп, Қазанғап Тілепбергенұлы атындағы саз мектебінің 50 жылдығын Кетістер балалар шығармашылық орталығының 1 жылдық концертінде конференция болдым. Облыстық мәдениет басқармасының облыс әкімінің жаңа жылдық тосынсыйына ие болдым. Есімім Озаттар энциклопедиясына және дарынды балалардың республикалық энциклопедиясына енді. Аудандық музей, аналар кеңесі, орталық кітапхананың шығармашылық байланыстамын. Өмірлік ұстанымым білім мен өнер адамның қос қанаты. Әрбір адам биікке ұмтылуы керек. Қазіргі таңда саз мектебінде фортепиано классында қосымша білім алудамын. Олай болса, таныстыруымды шағын этюдпен аяқтайын.